Ғаламтор заттары, нанотехнологиялар, цифрлық білім беру және электрондық сауданың дамуы. Қазіргі заман ауқымды өзгерістер қарсаңында тұр. Бұл адамдардың күнделікті өмірі мен тұтас өңірлердің экономикасына байланысты. Қазірдің өзінде сарапшылар бұл өзгерістерді 4-ші индустриалды төңкеріс деп атап, оларды осыған дейінгі технологиялық дүмпулердің бірізді тарихына жатқызып отыр. Ал бұның республикадағы ішкі үдеріске, Қазақстандық ғылым мен технологияның дамуына тигізетін ықпалы қандай? Бұл туралы Digital Kazakhstan арнайы бағдарламамызда әңгімелейтін боламыз. Қылмыстарды ашу үстіндегі бейне бақылау камералар қаншалықты тиімді? Балаңызды зиянкестердің заңсыз әрекеттерінен сақтап қалудың амалы қандай? Қауіпсіздікті қамтамасыз ету түйткілінің өзектілігі күн санап артып келеді. Әлемде күн сайын миллиондаған ұрлық, тонау, қарақшылық, шабуыл және өзге де құқық бұзушылықтар орын алып жатады. Егер бұрын тәртіпті арнайы жаттыққан адамдар қадағалап тұрса, бүгінде құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жаңа технологиялар көмекке келіп отыр. Бұл адамды бет әлпеті бойынша сәйкестендіретін немесе көлік нөмірлерін анықтай алатын интеллектуалды бейне бақылау жүйелері, заттар немесе адамдардың орналасқан жерін қадағалайтын GPS құрылғылар және жеке, корпоративтік тіпті мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін басқа да көптеген инновациялық әзірлемелер. Потому что, как показывает практика, там, где есть видеокамеры, там идет... Іс жүзінде көріп отырғанымыздай бейне камералар бар жерде әкімшілік құқық бұзушылықтар, құқықтық тәртіпті бұзу жағдайлары түгіл қылмыстық істер санының да біршама азаюы байқалады. Биылғы жылдың өзінде жүздеген қылмыс бейне бақылау жүйелері арқылы ашылған. Использованием систем видеонаблюдения. Бұл Астанадағы Ішкі істер департаментінің бас операциялық орталығының жұмысымен біріктірілген қалалық ахуалдық орталық. Ол елорда әкімдігінің бастамасымен құрылып, қала тұрғындары және қонақтарының жайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ашылған болатын. Қала инфрақұрылымының әртүрлі қоғамдық орындарында орналасқан бірнеше мың интеллектуалды бейнебақылау камерасы орталыққа қосылып тұр. Бастамашылардың пікірінше, осындай бақылау орнының ашылуы тіпті кішігірім құқық бұзушылықтарға да жағымсыз көзқарасты қалыптастырып, белгілі бір орындардағы тәртіпті орнату, қоғамдық көлік жұмысын оңтайландыру, ұрлау және заңнан тыс әрекеттерді тыю секілді көкейкесті мәселелерді шешу үшін көмектеседі. Ал мынау Алматы қаласының Ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығы. Бұл сонау 2000 жылы пайда болған Қазақстан аумағындағы алғашқы осындай орталық. Оның негізгі міндеті ақпаратты жинау және өңдеу, сондай-ақ полиция жасағының кез келген оқиға орнына дер кезінде келуін қамтамасыз ету. Основных частей. Первое – это служба 102. Ол бірнеше негізгі бөлімнен құрылған. Бірінші бұл полиция көмегін қажет ететін азаматтардың қоңырауларын қабылдайтын 102 қызметі. Екінші қызмет күш пен құралдарды тиімді басқарып отыратын топ, яғни екінші буын. Бұл полицияның кешенді күшіне басшылық ететін офицерлер. Ал келіп түскен қоңыраулар, шақырулар жасақтардың орналасу орны, оқиғаның маңыздылығы мен санатына байланысты үлестіріледі. Үшінші құрамдас бөлігі бұл бейне бақылау. Третья составляющая – это видеонаблюдение. Мына экрандарда бүкіл мегаполистің өмірі бейнеленген. Өйткені осында келіп түсетін ақпарат 100 мың бейне бақылау жүйесімен қадағаланады. Қоғамдық орындарда орнатылған шолу камералары 360 градус бойынша айналып, кез келген ауа райы жағдайында әрі жарықтандыруға тәуелсіз жұмыс істей береді. Әртүрлі жарыстар, концерттер мен өзге де ауқымды шаралар барысында жағдай мұқият бақыланады. Өйткені іс-шаралар өткізілетін барлық ірі нысандар да жедел басқару орталығына қосылған. Сонымен қатар интеллектуалды байқау жүйелері көше қиылыстары мен трассаларда орнатылған. Ал жақын арада мамандар қаланың тұрғын аудандарында қауіпсіз аула атты ақылды жүйені енгізбек. Эти камеры интеллектуального типа, который без участия человека определяет... Бұл интеллектуалды типке жататын камералар адамның қатысуынсыз заңға қайшы келетін белгілі бір әрекеттер немесе қоғамдық тәртіпті бұзатын оқиғалар мүмкіндігін айқындай алады. Яғни бұл қалдырылған заттар не болмаса заттарды алып шығу бірнеше адамның топталып жиналу жағдайлары болуы мүмкін. Біз аудио жүйелер арқылы да қадағалап отырамыз.
Мы рассматриваем вопросы в том числе и по аудиосистемам. Елестетіп көріңізші. Сіз жол бойында тұрсыз. Жаныңыздан сағатына 60 шақырым жылдамдықпен көліктер өтіп жатыр. Сіздің міндетіңіз неғұрлым көп мемлекеттік нөмірлерді жазып алып, оларды іздестіру тізіміндегі нөмірлермен салыстырып тексеру. Егер автомобильдер минутына біреуден емес, тұтас бір ағынмен келе жатса, қанша нөмірді жазып үлгересіз? Әлбетте, бірен сараның ғана, әрі оның арасында қате жіберуіңіз де мүмкін. Ал нөмірлерді анықтайтын талдамалы бейнебақылау жүйесі жүріп жатқан жылдамдығына қарамастан әрбір көлікті тіркеп, базамен салыстырып, сол мезетте нәтижесін беріп жатады. Оқиғаларды жазып, ақпаратты талдай алатын осындай ақылды бейнебақылау жүйесін жасап шығару үшін компьютерлік көру деп аталатын технология қолданылады. Искусственного интеллекта. Бұл жасанды интеллект саласының бір бөлігі. Компьютер үшін кез келген сурет тек қана сандар жиыны болып табылады. Адам болса суретке бір қарағаннан онда не салынғанын, қандай нысандардың бар екендігін түсініп, сол суретті сипаттап бере алады. Ал компьютер бұны жасай алмайды. Сондықтан бұл бағыт ғылымда компьютерлік көру деп аталып, ол компьютерге осы сандар жиынтығын түсіну мүмкіндігін береді. Дать возможность компьютеру понимать этот набор цифр. Компьютерлік көру технологиясы өзге де салаларда пайдаланылады. Мысалы, Шыңғыс Кеншімовтың компаниясында оны нейрондық желілер арқасында адамның бет-әлпетін, жынысын, жасын, тіпті эмоциясын ажырата алатын интеллектуалды жүйені жасап шығару үшін қолданған. Бұл әзірлемені әртүрлі салаларда, мысалы банк секторында, алаяқтар мен басқа да қылмыскерлерді анықтау үшін пайдалануға болады. То есть она их считает, она записывает их данные и группирует в определенную такую статистическую группу. Яғни жүйе адамдарды салыстырып жеке мәліметтерін жазып алып, белгілі бір статистикалық бағанаға топтастырады. Осыншама адам мына жаста, мына жынысқа жатады, осындай эмоциясы бар дегендей. Талдаушылар бұл ақпаратты өз керегіне жаратады. Кейіннен осы ақпараттың барлығы тәуекел бөлімдері мен алаяқтарға қарсы күрес бөлімдеріне жіберіліп, сол жерде белгілі бір нәтиже шығарылып, өздерінің алаяқтар дерекқорымен салыстырады. Демек, кадрға түскен адамдар арасында алаяқтар мен зиянкестердің бар жоғын қарайды. Были ли среди людей, которые попали в кадр, мошенники или злоумышленники или еще кто-то? Әрбір адамның бірінші кезектегі міндеті жеке қауіпсіздік пен мүліктің сақталуын қамтамасыз ету. Егер осыған дейін біздерді тек есіктің құлыптары, ары кетсе терезенің торлары ғана қорғаған болса, бүгінде көптеген технологиялар пайда болып, соның ішінде бұзып ашу кезінде белгі беретін дабылдар жүйесі, қозғалысты байқап отыратын құрылғылар, нысанды қадағалайтын бейне камералар, көптеген өзге де құралдар баршылық. Бұл туралы біраз мәлімет білетін Алексей Воронов 20 жылдан бері жеке және коммерциялық нысандарды күзетумен айналысады. Нысанда қауіпсіздіктің техникалық құрал жабдықтар орнатылады. Бұл күзет, үрейлі және периметрлік дабыл жүйелері. Жабдықта хабарлағыш қосылып, радио байланыс арқылы барлық белгілер біздің орталықтандырылған бақылау пультіне келеді. Оператор хабарды алғаннан кейін оны күдіктілерді ұстайтын топқа жібереді. Біз қала бойынша нысанға дейін 8 минутта жететін экипаждың құрамында арнайы формадағы жеке қорғану құралдары бар 3 қарулы адам. Алексейдің компаниясы алуан түрлі қауіпсіздік жүйелерін енгізу және орнатумен қатар, пайдаланушының шынайы уақыт тәртібінде жағдайды қадағалау үшін нысанда орнатылатын құрылғылары қосылған арнайы қосымшаларды әзірлеумен де айналысады. Егер шұғыл араласу қажет болса, онда орталықтандырылған бақылау орнының қызметкерлері осыны ұйымдастыра алады. Бұл орталықтандырылған бақылау пульті. Компаниямыздың жүрегі десек те болады. Осында бүкіл қаладан келіп түсетін ақпарат өңделіп, операторлар түскен хабарламаға қатысты шешім қабылдап отырады. Дабыл қағып, ақпарат арнайы топқа жіберіледі. Ал бір жерде ақаулар пайда болса, ол туралы мәлімет техникалық бөлімге жолданады. Не болмаса, клиентпен байланысқа шығып, мәселе әрі қарай шешіледі. Орталықтандырылған бақылау пультінен келетін құқық бұзушылық туралы ақпарат күдіктілерді ұстауға уәкілетті күзет қызметкерлеріне жеткізіледі.
Ал мекен-жай мен қылмыстың сипаты туралы мағлұмат бұрынғыдай рацияға ғана емес, планшетке де жіберіледі. Ондағы арнайы бағдарлама қысқа жолды, жол бойындағы кептелістерді, әрі белгіленген нысанға баратын ең жақын орналасқан күзет орнын көрсетеді. Мұндай жаңашылдықтар жасақтың 8 минуттан аспайтын уақыт ішінде, кейде тіпті одан да тез, 3 немесе 5 минутта жетуге мүмкіндік береді. Орталықтандырылған бақылау пультінің қызметкерлері тәулік бойы және демалыссыз жұмыс істейді. Проведя комплекс мероприятий по блокировке. Қауіпсіздіктің техникалық құралдарымен жабдықтау бойынша кешенді іс-шаралары нысанды заңсыз кіріп кетумен ұрлықтан 100% қорғайды. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап компания біздің нысандарымызға жасалған 400-ден астам қастандыққа жол бермей, бұл туралы жазбалар полицияда тіркелген. В чем имеются записи в кузах. Өзіңізді ұрлық пен қарақшылықтан ғана емес, өндіріс, компания немесе тұрмыстағы әртүрлі төтенше жағдайлардан да, мысалы өрт, судың ағып кетуі, немесе газдың жарылуы, басқа да апаттардан қауіпсіздендіруге болады. Андрей Зырянов радио және ұялы байланыс мүмкіндіктеріне негізделген сан алуан GPS құрылғылар, трекерлер мен өзге де қауіпсіздік жүйелерін әзірлеп шығаратын компанияның негізін қалаған қазақстандықтардың бірі. Это базовая станция, которая строит сеть беспроводную. Модемы это которые... Бұл базалық станция сымсыз желіні салады, ал модемдер осы желіде жұмыс істеп, сымсыз технология бойынша станция арқылы байланысады. Ол ғаламторға қосылып, деректерді желілік бақылаушыға жібереді. Компания жетекшілері үшін бәрі айқын, мұндағы инженерлік желі ішінде не болып жатқаны анық көрініп тұрады. Олар дер кезінде апаттық жағдайды байқап, оның алдын алып, демек адамдық факторға мүлдем жол берілмейді. Осылайша инженерлік желілерді қолданудың тиімділігі артып, технологиялық және коммерциялық шығын 30%-ға дейін азаяды. Ал бұл қомақты ақша. Как технологических, так и коммерческих потерь. До 30%. Это огромные деньги. Андрейдің компаниясы құралдар мен станцияларды басынан бастап, яғни 3D үлгісінің әзірлемесі мен дизайнынан бастап, сызбалар мен тақташаларды құрастыруға дейінгі жұмыспен айналысады. Автомат-установщик компонентов, SMD компонентов. Здесь на принтере Бұл автомат құрамдас бөліктерді орнатады. Мұндағы принтерге дәнекерлейтін паста жағылып, содан соң ол баспа тақташасымен бірге мына аппаратқа орнатылады. Согласно заданному перечню в компьютере, в программе. Барлық құрамдас бөліктер берілген тізім бойынша компьютерге, бағдарламаға енгізілгеннен кейін біз ақаулар мен кемшіліктердің бар жоғын тексеремізде, қажеттісін дұрыстап, үлкен компоненттерді қолмен реттеп, осының барлығын пешке жібереміз. Сөйтіп біз барлық керекті компоненттері бар, осындай дайын тақташаларды аламыз. Платы в сборе. Здесь установлены все необходимые компоненты. Әзірлеушілер өздерінің GPS құрылғылары мен трекерлерін ауыл шаруашылығында, соның ішінде малды жоғалудан немесе ұрлаудан қорғау үшін қолдануды жоспарлап отыр. Қондырғы, қарғы немесе малдың құлағына бекітілген биркаға орнатылады. Ал температура және ылғалды өлшейтін құрылғыларды алқаптарда пайдалануға болады. Осындай модемдерді қосу арқылы ылғал мен температураны өлшейтін тетіктерді ауыл шаруашылығында қолданамыз. Осылайша топырақтың ылғалдылығын қадағалауға, егер бір жерде өрт шықса, температураның өзгергенін байқауға болады. Жалпы кез келген өзгерістерді көре аламыз. Малдың қай жерде жайылып жүрген, егер олар бір жаққа әкетілсе, не болмаса өздері жайылатын жерден ауып кетсе, бұны да аңғарып, жүйе арқылы білуге болады. Яғни белгілі бір периметрді көрсетіп қоясыз да, егер мал сол периметрден шығып кетсе, сізге хабарлама келіп түседі. GPS белгілерінің технологиясын балалар қауіпсіздігі үшін қолдану ыңғайлы. Бұл жүйені ең кішкентай пайдаланушыларға арналған ақылды сағаттарға енгізеді. Арнайы трекерлер мен тыңдату жүйелерінің арқасында ата-аналар кез келген жағдайда өз баласын бақылай алады. Гаджетті қолдан шешу туралы хабарлайтын құрылғы да орнатылған. Егер бүлдіршін немесе басқа біреу оның қолынан сағатты шешсе, сол мезетте ата-ананың телефонына хабарлама келіп түседі. Сонымен қатар сағат SOS батырмасымен жабдықталған. Ол арқылы бала ата-анасымен немесе басқа жақын адаммен байланысқа шыға алады.
Біз балалар қауіпсіздігі саласында маманданамыз. Қазіргі кезде балаларды ұрлап кету, тәрбиешілердің, мектептегі мұғалімдердің тарапынан дөрекі қарым-қатынасқа байланысты күрделі жағдайға тап болу оқиғалары жиілеп кетті. Біз өкілеттігімізге сай осындай жағдайлардың бетін қайтаруға мейлінше тырысамыз. Балалар қауіпсіздігіне қатысты өнімдер, балалар сағаттарын таратумен айналысамыз. Кез келген қауіпсіздік жүйесінің негізгі міндеті оқиға туралы ескертіп, дер кезінде алдын алуға көмектесу. Бүгінде қауіпсіздік жүйелерінің әлемдік нарығы 55 миллиард долларға бағаланып отыр. Сарапшылардың болжамынша 2020 жылға қарай ол тағы да 30%-ға ұлғайып, 72 миллиард долларға жетеді.